Театр тілсімлі айна, себебі арадан ұзақ жылдар өтсе де, құнлы шығармалар сахна арқылы жанланады. Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық шайыры Тілеуберген Жұмамұратовтың авторлығындағы Макария сұлу қос қатарлары арқылы жазылған романы бүгін сахнамызда. Шайыр өз шығармасында Қарақалпақ қызының пәк кеуілін, нәзік мінезін, ішкі дүниясын шеберлікпен суреттейді. Бүгін шайыр болмаса да, оның перзентлері, кейінгі әулетлер олар жаратқан дөретпелері арқылы рухи аз қалмақты. Әкеміздің осы Макария сұлу шығармасын дөретілуі бір еліміз үшін, Қарақалпақ әдебиеті үшін үлкен бір жаңалық болып жүзеге келгендей болып көрінді. Сол уақытларында біздер, мен өзім бірінші курста оқуға түсіп Ташкент мемлекеттік университетінде оқып жатыр едім. Сол Макария деген кітабым баспадан шықты деп әкеміз хатында жазды. Онан соң біздер үйге барғанда ол кітапты алып келдік, оқыдық. Сол уақытта газетада, баспасөзде мақалалар шықты. Алымлар, ілімпазлар оның мазмұны жөнінде бағалы пікірлерін айтты. Михайлова деген бір ілімпаздың жазған ядында Макария сұлу романы көлемді дөретпе болуына қарамастан бір демменен оқылады деп жазып қойды екен. Содан кейін Джеймс Паттерсон деген америкалы бір ілімпаздың да мақаласы бар. 4 жасында үйреніпті әріпті, 5 жасында кітап оқып беріпті. 6 жаста мәні беріп нәхуге шәкірт болып ұлықларға еріпті дейді. 10 мұғалім оқытыпты бір қызды, әрбір ұстаз өз пәніне жарысқан дейді. Сонда соншелі дәрежеде ол дәуірде біздің ата-бабаларымыз интеллектуалдық жақтан, сондай білім жағынан, ілім жағынан жоғары дәрежеге еріскенін білдіреді. Және бір айта кететін жері, біздің Қарақалпақ халқында әйемнен бастап ұл перзентпенен бір қатарда қыз перзентті де жүде жақсы көріп, қадірлеген дәстүрлерімізде де бар. Қыз баланы төрге отырғызып қояды, жеңгелері атын айтпайды. Шығармада айтылғандай, шынында да Макария ісімлі сондай сұлу, ақыллы Қарақалпақ қызы болған. Бір мысал келтірген сол кітапта 1925 жылы шыққан Егеделер сауаты деген кітапта сол Орсият шәһәрлерінің біріне сол Қарақалпақ қызы Макарияның атына Макария деп атап кеткен сол шәһәрді деген рауаятлар бар. Мен осы Макария сұлу шығармасын оқыдым, білемен деп оқыдым деп жүретін едім, бірақ har оқығанда қайттан бұрын білмеген, әтбар бермеген нәрселерді сезіп қаламын. Макария отыр туылған ірге қасында. Гүлменен бірге қосыла құстай таранып, ліпасы дөніп сарыға көкке жазылға, жүзлері нарттай, мейірімлі көзі қарамақ. Бұл қатарлар арқылы шайыр тек қана бір қыздың келбетін емес, ал туылған жерге болған шексіз мехр мұхаббатын, пәкілік һәм өмірге болған үмітті сәулелендіргендей. Мархабай Жемұратов белгілі композитор, мелодист, оның бар көптеген қосықларын әме қосықшыларымыз тарапынан айтылып келмекте әзірге шекем. Әсіресе оның сол белгілі қосықшымыз Даутбай Қайыпқа жазған намалары әменің ядында сол елеге шекем сол тыңлаймыз, естіп ықласпен-тілеріміз. Міне осы композитор ағамыз 50 жыл алдын балетті жаратқан. Міне өзі көрген жоқ, өмірлік жолдасы әкеліп осы балетті қоюды ұсыныс етті. Өткен жылдан басылап осы балетмейстеріміз Қарақалпақстан қызмет көрсеткен артист Сұлтан Дүйсенбаев қолға алып, соны әрекетін басылады. Міне жаман шықпады деп ойлаймын. Балет оғада жақсы шықты, әмде бір милли сондай балет жаратылды, бұл репертуарымызды байтады. Енді біздің театр көп жанрда жұмсалып барады. Бұл опера қойылады, балет қойылады, музыкалы драма, драмалық шығармалар қойылады. Балет жанрының кіріп келуі республикаға бұл үлкен жаңалық. Жаһан масштабындағы сол балетті сахналастыру бұл бұрын арман болған шығар, бірақ қазіргі уақытта міне сол арманлар орланып жатырды. Бұрын балет қойылады десе хайран қалатын болған шығар. Қазір міне сондай қанекелеріміздің жетісіп жатырғаны бұл қуандырарлық хал.
Сөзді музыка тілі менен үнлестіру үлкен шеберлікті талап етеді. Көплеген намалары халқымыз тарапынан сүйіп тыңланатығын белгілі композитор Мархабай Жиемұратов студентлік жылларында әйне ұсы Макария сұлу романын ішкі дүниясы менен сезініп, оны өз диплом жұмысы спатында таңлаған. Міне арадан жыллар өтсе де, бұл дүретушілердің әулетларына қалдырған минетлері және де жанланып, Макария сұлу балеті болып дүнияға келді. Бірінші жұмысым болды, балет спектакль үлкен жұмыс. Үлкен маған бір сынақ болды, жүдә бақытлыман, халық бақа береді. Мен ойлаймын, бұл балет құда қалесе Берді атына Қарақалпақ мемлекеттік академиялық театрымызда репертуарда жүріп тұрады деп ойлаймын. Композитор Бахадыр Алланиязовқа бұл қайта істеу бойынша берілді. Біргелікте тығыз істедік, жұмыслар жүдә көп болды. Мәселен, декорация жағында мен жүдә бір көлім толды. Костюм мәселелері бойынша әмесі бір-біріне сай болды. Алдымызға бір мақсат қылып қойыппыз. Еледі милли өзіміздің балетлерімізді, операларымызды халқымызға инам етеміз, милли балетлерді. Балет бұл сөзсіз сөйлесу өнері. Онда Тілеуберген Жұмамұратовтың әр бір қос қатары аяқ ойларының нәзік әрекетлеріне, Мархабай Жиемұратовтың сиқырлы намаларына айланды. Әлбетте бұл театр өнерінің ең жоғары шыңы болған балет тарауындағы Қарақалпақ дөретушілік жамаатының үлкен табысы. Уақыт өтер жүйрік аттай шапсып, бәһәр келер қыз өмірін таусып, әр бір күннің, әр сағаттың орны бар. Өмір үшін ешбір күн жоқ, ауысық деген шайыр сөзлері әр бірімізді терең ойға тартады. Иесі өлсе де игілігі ісі өлмейтұғын ұлы инсандардың артында қалған мирасы бүгінгі әулет үшін рухи азық болып қызмет етпекте.